Сәлем бәріңізге. Бүгін біз кезекті есеп талдаймыз. Мынада есеп берілген екен. Тік конустың жасаушысы 4 сантиметрге тең және ол табан жазықтығына 30 градус бұрыш жасай көлбеген. Конустың көлемін табуымыз керек. Конустың көлемін табу формуласы В тең болады 3/1 көбейту S табан көбейту H. Неге осы формуланы қолданамыз? Ол үшін бізге биіктік керек және табанның ауданы, табаны бұл жерде дөңгелек, дөңгелектің ауданы керек. Дөңгелектің ауданы табу үшін бізге радиус керек болады. 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең екенін білеміз, да? Демек, бізде биіктік 2-ге тең. Конустың биіктігі 2-ге тең, жасаушысы 4-ге тең. Мына жер бізде 90 градус, себебі бұл биіктік түсіріліп тұрған, демек мына жердегі радиусты таба аламыз. Радиусты табу үшін нені қолдануымызға болады? Мына жерде 30 градусты қолдану арқылы табуға болады. Тангенс 30 градусты табамын. Тангенс 30 градус тең болады. Тангенс дегеніміз қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы. Олай болса, R дегенім 2-ні тангенс 30 градусқа бөлемін. Тең болады. 2 бөлінген тангенс 30 градус, ол түбірасты 3/3 тең болады. 6 бөлінген түбірасты 3. Радиусты таптық, енді осы формулаға апарып қоямыз. В тең болады 3/1 көбейту S табан дегенім πr квадрат көбейту H тең болады 3/1 көбейту π көбейту 6-ның квадраты 36, түбірасты 3-тің квадраты 3 көбейту биіктік 2-ге тең. Тең болады 3 пен 3 9, 36 пен қысқартамын 4. 4 2 8, 8 пи. Жауабын жазамыз міндетті түрде 8 пиге тең болады. Келесі есеп тең бүйірлі үш бұрышта табанына жүргізілген биіктік пен бүйір қабырғасы арасындағы бұрыш альфа табанындағы бұрышынан 36 градусқа тең. Осы альфаны табуымыз керек. Тең бүйірлі үш бұрыш саламыз. Кез келген тең бүйірлі үш бұрыш. Және табанына жүргізілген биіктік бар. Осы А, Б, С тең бүйірлі үш бұрышы және табанына жүргізілген BH болсын. Биіктік пен бүйір қабырғасы арасындағы бұрыш бұл альфа. Ал табанындағы бұрышынан, яғни мына екі бұрыштан 36 градусқа кем. Енді жазамыз. Үш бұрыш А, Б, С бұл бізде тең бүйірлі. Үш бұрышымыз тең бүйірлі болғандықтан, бұның биіктігі әрі медианасы, әрі биссектрисасы болатындығын біз білеміз. Ары қарай бұрыш Б тең болады бұрыш Адан 36 градусты алып тастағанға. Яғни біздің бұрыш Б-ның өзі емес, Б-ның жартысы, да? Бұрыш Б бөлу 2 деп алайын. Қазір дұрыстап жазайық. Бұрыш Б бөлу 2, себебінен жартысы ғой тең болады. Бұрыш А азайту 36 градус. Бұрыш Б бөлу 2 дегеніміз ол альфа. Альфа тең болады бұрыш А азайту 36 градус. Немесе А бұрышы дегеніміз ол альфаға 36 градусты қосқанға тең. Осы жерден альфаны табуымыз керек. Мынау бізде 90 градус екені белгілі. Үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 екенін білеміз. Альфа қосу 36 градус, қосу 90 градус тең болады 180 градус. Немесе альфа қосу 36 градустың біз 90 градусқа тең екенін білеміз. Себебі мұның бізде 90 болса, қалған екеуінің қосындысы да 90 деген сөз. Альфаға альфа қосамын 2 альфа тең болады 90-нан 36-ны алып тастаймын. Менде 54 градус. Альфаны 2-ге бөлемін 27 градус. Демек, есептің жауабы альфам 27 градусқа тең. Келесі есеп, бағасын арзандатқанға дейін қалам 30 теңге тұрды.
Ал арзандатқаннан кейін 27 теңге болды. Қаламның бағасы қанша пайызға төмендетілген? Бастапқы бағасы бізде 30 теңге, ол 100%. Одан кейін 27 теңге болып қалды, яғни қанша пайызы қалғанын көрейік. Қарапайым пропорция бізде x тең болады. 27-ні 100-ге көбейтіп, 30-ға бөліп тастаймын. 90. 30 теңгенің 27 теңге, ол 90%-ын құрайды екен. Демек, 100%-дан 90%-ды азайтамын. Біздің қаламның бағасы қанша пайызға төмендетілді? Яғни 10%-ға төмендетілді. Жауабы 10%. Немесе 30 теңгеден 27 теңгені алып тастаймыз, 3. Демек, 30-дың неше пайызы 3-ке тең? Бұл 10%. Осылайда қарапайым тәсілмен шығаруға болады. Келесі есебіміз тең бүйірлі үшбұрыштың табаны мен бүйір қабырғалары сәйкесінше 5 см және 20 см. Оның табанының бұрышының биссектрисасы қанша сантиметр екен сұрап тұр. Енді бұл жерде табан қабырғалары 20 бола алмайды, сондықтан 20 бұл бүйір қабырғалары болады, табан қабырғасы бұл жерде 5 болады. Себебі үшбұрыштар теңсіздігіне сәйкес. Мысалы 5-ке 5 қоссақ, ол келесі үшінші қабырғасынан кіші болмау керек. Табанның бұрышы, мысалы А бұрышын алайық, себебі А мен С тең ғой. Мына жердегі бұрыш биссектриса, міне. А-ды десем, А-ды биссектриса, немесе оны Л деген әріппен белгілейміз. Мынадай формула бар екен бізде биссектрисаны табу формуласы. БС дегеніміз бізде оның қабырғалары үшбұрыштың. Және де А дегеніміз осы биссектриса қай қабырғаға жүргізіліп тұрғаны. БС, мына екі қабырға, және П дегеніміз бұл жерде жарты периметр. П тең болады А қосу Б қосу С бөлу 2. Так, мінекей осы формуланы қолданатын боламыз. Егер сіздерде басқа да әдіс тәсілдер, басқа формулалар қолданған болсаңыздар, міндетті түрде пікірге қалдырыңыз. Енді шығаруды бастайық. Бірінші жарты периметр тауып аламын. Так, 20-ға 20 қосамын, 40, 45 бөлу 2. L тең болады 2. Так, Б-ны 20 деп алайын, С менде 5 болсын. Көбейту 2-ден 45. П дегенім 2-ден 45, азайту А дегенім 20. Осының барлығы квадрат төрдің астында. Б-ға С қосамын, 25. Тең болады. 2 мен 20-ны қысқартамын, 10. Мына жерде 45-ті 2-ге бөлетін болсам, 22,5, одан 20-ны алып тастаймын. 2. Түбір астында 10-ды 5-ге көбейтсем 25 қойды. 50-ді 25 көбейту 2 деп жазам. Так, көбейту 45-ті 5 көбейту 9 деп жазам. Так, мұнда 22,5 болса, 22,5-тен 20 алсам, 2,5. Және бөлімінде 25. Тең болады. 2 көбейту. 25-тен түбір астынан 5-ті шығарамын, 9-дан түбір астынан 3-ті шығарамын. Көбейту. Так, 2-ні 2,5-ке көбейтсем 5, 5-ті 5-ке көбейткенде 25, түбір астынан тағы да 5 шығады. Түбірдің астында ештеңе қалған жоқ. Бөлімінде 25. Тең болады. 5-ті 5-ке көбейтсем 25, оны 25-пен қысқартып жіберемін, 2, 3, 6. Сонда менің биссектрисам 6-ға тең болып тұр. Неке осы формуланы жаттап алуға тырысыңыздар.
Және бүгінге талдайтын соңғы есеп тең беріліш бұрыштың табанына түсірілген биіктігі мен бүйір қабырғасының арасындағы бұрыш 60 градус, ал бүйір қабырғасы 12 см, бүйір қабырғасына жүргізілген медианасы, яғни сол медианың ұзындығын табуымыз керек. Мынадай формула жазып қойдым, медиананы табуға арналған формула. Тең беріліш бұрыш саламыз. АБС табанына түсірілген биіктігі мен бүйір қабырғасының арасындағы бұрыш 60 градус екен. Ал бүйір қабырғасы 12, бүйір қабырғасына жүргізілген медиана. АД медиана болсын. Үш бұрыш АБС тең бүйірлі. АД медиана. Бұрыш АБH 60 градус. АБ тең БС тең 12 см. Табу керектігі АД медианасының ұзындығы. Енді шешуін бастаймыз. Бізге нені тауып алуымыз керек ең бірінші? Табанда жатқан қабырғаны тауып алуымыз керек, те? Так, енді қараңыздар, 60 градус, 90 градус. Мына жер бізде демек 30 градус деген сөз. 30 градус. Ал маған мына асының ұзындығын табуым керек. Демек, 30 градусқа іргелес жатқан катет арқылы қараймын. Іргелес жатқан, яғни косинус 30 градус тең болады AH-тың, яғни АБ-ға қатынасы. Іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Косинус 30 градустың мәнін білеміз, бізге керегі AH. AH-ты табу үшін мен косинус 30 градуспен АБ-ны көбейтемін. Косинус 30 градус ол түбірасты 3 бөлу 2 көбейту АБ менде 12 тең болады, сонда 6 түбірасты 3. Ал бізде бұл тең бүйірлі үшбұрыш болғандықтан асы дегенім ол 2 еселенген AH-ты береді. Демек 12 түбірасты 3. Барлық қабырғасы белгілі, енді мына формулаға апарып қоямын. М тең болады 2-ден 1, 2 еселенген Б деп мен 12-ні алайын, АБ қабырғасы 144 қосу, 2 көбейту. С дегенім мына асы, 144 көбейту 3 және азайту медиана қай қабырғаға түсіріліп тұр, сол А квадрат дегенім. Ол да 144 квадрат. Барлығын түбірін астына аламын. Тең болады 2-ден 1. Байқасаңыздар, барлығынан 144-ті шығарып жүруме болады. 144 көбейту. Жақшаның ішінде 2 қосу, 2 үшім 6, азайту 1. Әлі квадрат түбірдің астынан шығарған жоқпын. 144-тен 12 шығады. Сонда 2-ден 1 көбейту 12 көбейту. 2-ге 6 қоссам 8, 8-ден 1 аламын 7. Ол бірақ түбірдің астында, түбірасты 7. Сонда мына екеуі қысқарып кетеді, 6 түбірасты 7. Есептің жауабы 6 түбірасты 7 сантиметр.